Барлықтарға сәлем. Бүгін біз сіздермен екінші сабақ маршруттармен танысамыз. Маршрут дегеніміз біз сайттан URL-ді адресқа терген /admin немесе /news новости история қандай да бір кестелген маршрутты терген кезде мына жерде слэштан кейін ол бізде маршрут болып есептеледі. Маршрут деп аталады осыны. Егер біз /admin-ға өтсек, қараңыздар, біздің Django проектно Eurospot'ында бірақ қана маршрут бар қазір. Оның аты admin, /admin-ға өткен кезде admin деген пакеттен сайт модулінен URLs деген функция метод запускаться етіледі. Енді мен қазір /admin-ға өтетін болсам, ол маған авторизационный панельді көрсетеді. Бұл Django-да пакетте автоматты түрде келетін admin панель дейді осыны. Өте мықты, өте ыңғайлы. Ал енді біз сіздермен өзіміздің новый маршрутымызды құрастырайық. Құрастырмас бұрын біз pass деген функциямен танысып алу керекпіз. Pass деген функция 2 немесе 3 аргументті қабылдай алады. Бірінші аргумент ол біздің маршруттың аты, осы жер, қандай маршрут жазамыз, соң барлығы осы жерде жазылады. Слэште өтсек, осындай. Админға өтсек, мынау запускация етіледі. Және де одан кейінгі екінші аргумент ол қандай контроллерді іске қосу керек екенін көрсетеді. Контроллер деген ол біздің сайттың миы болғандықтан, логикасы жазылатын жер болғандықтан, екінші аргументпен оны көрсету міндеттіміз. Үшінші аргумент ол осы маршрутқа ат бере аламыз. Ол ат берсеңіздер, сіздерге проекттеріңізде ыңғайлы түрде осы маршрутқа өтуге мүмкіндік береді. Ал енді давайте біз сіздермен новый маршрут құрастырайық. Pass дейміз. Және де айтамыз, егер біз слэш деген страницаға өтетін болсақ, онда қандай маршрут, қандай контроллер, белгілі бір қандай да бір контроллер жұмыс қосу керек дейді. Индекс деп атаймын контроллердің атын, сохранить еттім. Өтірді қойға болады, қоймасаңыздар да болады. Арқалай, ол маған әрине қатені көрсетіп тұр. Себебі индекс деген метод функцияда осы біздің модульдің ішінде жоқ. Ал енді осы модульді құрастырайық. Индекс деген ол бізде логика болады, миы да. Оны жасау үшін функция құрастырамыз. Python'да функция құрастыру үшін def дейміз, және де оның атын береміз. Және де біздегі осы методтар, контроллерлары, олар міндетті түрде бірінші аргумент ретінде request-ті қабылдау керек. Request-ті қабылдамаса, ол бізге қатені береді. Себебі ол қандай да бір осы маршруттан өткен кезде осы request-ті қабылдайды. Request деген ол запрос. Қалай айтсам, сұраныс дейді ма, осы request-ті қабылдайды. Енді осы request келген кезде біз осы request-ке байланысты бірдеңе жасау керекпіз. Hello World-ты шығарайық. Print дедік. Hello World дедік, сохранить еттік. Енді мынау страницаны қазір обновить етсем, мен ошибканы көрем. Себебі бұл ошибкада браузер айтып отыр бізге. Мен сервердан HTTP response қабылдамасам, мен басқа еш нәрсені түсінбеймін. Маған HTTP response емес, басқа бірдеңе non деген нәрсені қайтарып тұрсын дейді. Біз оған осында браузердан қандай да бір ответ көру үшін әдемі, сайт болсын, не болсын, любой нәрсені. Ол үшін response қайтару керекпіз. То есть request келеді серверға, сервер оны обрабатывать етеді, response қайтарады. Сондықтан біз print деген нәрсені қолданбаймыз бұл жерде. Print-ті не үшін қолды көрсеттім. Ол бізде сервердан, осы біздің серверда ошибканы көрсетіп тұр мынандай. Осы сервер ошибканы көрсетті, және де оның алдында бізге осы print hello-ды көрсетіп тұр. То есть, мына біздің print hello. Бірақ оны қолданбайды, просто сіздерге көрсету үшін. Енді не істейміз? Бізге HTTP response-ты қайтару үшін браузерға біз оны импортировать ету керекпіз. Ол үшін айтамыз from Django .http деген пакеттен import HTTP. Мына жерде қарасаңыздар, көптеген модульдар бар дейді. HTTP 404, request, response, bad request и так далее. Бізге керек response. То есть response деген ответ, request деген запрос. Осы HTTP response-ты алдық. Енді біз return, айтайын кетерлік нәрсе. Мына жерде егер мен return строканы да қайтарсам, бәрібір менде ошибка болады. Себебі ол менде
str object'ті беріп тұр, ал тек қана http request'ті қабылдайды. Сондықтан біз мына жерге str-ді http response-қа алу қажетпіз. http response деген ол класс, ол и ол бізде бірнеше аргументтер қабылдайды. Біреу болса ол строка, да, нені распечатать ету керек екен, одан кейін статус кодын қандай статуспен жүру керек екен, солардың барлықтары көрсетіледі. Егер мен қазір обновить етсем, осы біздің hello world-ды көреміз. Так, үлкейтуге ыңғайсыз. Давайте мен қазір бұл жерге просто строка емес, h1 тегпен жүрейін, да. h1 тег ол заголовок первого уровня деп аталады HTML-дан. Енді қараңыздар, мынау менде кішкентай еді, обновить еткен кезде осындай үлкен болады, жирный болады. Ал HTML өзіңтен. Осылайша біз сіздермен бірінші главный страницаға осындай hello world деген сообщениені көрсеттік. То есть, мына жерде бізге көптеген роуттар, маршруттар құрастыра аламыз, және де осы каждый маршрутқа определенный контроллерін құрастыра аламыз. Біз сіздермен үйреніп отқандықтан, осы напрямую URLs деген модульдің ішіне жазамыз, бірақ олай жасауға керек емес. Олай жасамаңыздар проекттарда. Біз келесі сабақта қалай дұрыс жасау керек екенін көрсетем. Бүгінше біз тек қана танысу керекпіз. Осы pass дегенмен, и және де http response деген класспен. Ал енді келесі жолы біз сіздермен отдельный приложение құрастырып, сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.